Сәлем достар, 2 ақ жұмыртқадан оңай жасалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Құрамына қосатын заттар бәрі қолжетімді. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Дәмі өте керемет, бәріңіз жасап көріңіздер. Ыдысымызға 2 жұмыртқа мен қантты қосып, шым-шым тұз қосамыз. Жұмыртқа массасы ағарғанша миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан соң оған қаймақ немесе айран қосамыз. Мен магазинский қаймақ қостым. Одан кейін күнбағыс майын қосамыз. Араластырып болғаннан соң ұнға қопсытқышты қосамыз. Қопсытқыш ашылғаннан кейін свежий күйінде қолданып тастағандарыңыз дұрыс. Желатині тұрып қалмауы керек. Араластырып барып, еліктен өткізіп, жұмыртқа массасына қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Араластырып болғаннан соң лимонның цедрасын үккіштен өткізіп қосамыз. Лимонның согын да қосамыз. Мен осындай гелевый ыдысқа салдым. Басқа сіздерде ыдыстар болса, пергамент төсеп, майлап алып салсаңыздар болады. Қамыр осындай болып шығады. Осылай видеодағыдай етіп тегістеп аламыз. Бұл бәлішке қалаған жемісіңізді қоссаңыз болады. Мен малина қостым. Жеміс жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта, яғни дайын болғанша пісіреміз. Піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Бетіне қант ұнтағын септім. Мінекей бәліш дайын. Суыған соң кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдырып, каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепт түсіргенімді қалайсыздар, соны пікір етіп жазсаңыздар болады. Келесі жаңа видеода кездескенше шайларыңыз тәтті болсын.